Хеосап қалайсыңдар? Сендермен бірге мен Нуридин. Короче, достар, бүгінгі видео бізде өте қызық видео болады. Бүгінгі видео бізде story time. Сендерге менің басымнан өткен оқиғаларды айтып берем. Былай менің өмірімде ешқандай қызық болған жоқ, тек бір-екі моменттерден басқа менің басымнан өткен ыңғайсыз оқиғаларды айтып берем. И осы жерде маған не болғанын айтпай-ақ қояйын, окей? Менің басымнан өткен ыңғайсыз оқиғалар сіздерге қызық болады, точно айтамын. және де өздеріңіз жейтін бір бәлелеріңізді алып алыңыздар. Видео ұзақ болады. Ал ары қарай жарнама, видеоның жанына кіріп басып жіберсеңіз болады. Let's go. Бұрын болған, бірінші оқиға бұрын болған. Короче, бұл менің мектеп оқып жүрген кезде. Блин, менің мектеп бітіріп кеткен адам ұқсап айтып тұрмын. Короче, сабақ кезде болады, яғни осымен 7-ші класс оқып жүргенде де мен видео түсіріп жүрдім. Короче, сол кезде менің досым бар еді, класстас. Короче, сол менің кісімді сол-ақ менің видео түсіретінімді білетін. И бізде яғни информатика сабағы болатын. И барлығы мұғалім кетіп қалды бір жаққа, и барлығы бір компқа отырып алды. И мен де барып отырдым, бір ойын ойнап отырдым да, и ар жақтан тура менің артымдағы комптан мен өз даусымды естіп жатырмын. Бұрынғы даусымды, яғни кішкентай кезімдегі. Барып қарадым, мен тұрдым да, артымда тұрдым да, ух ты, мен видеосым дедім. Сөйтіп бір қарасам, артымда барлығы тұр. Прикинь, кейбіреулер таңғалып жатыр, кейбіреулер күліп жатыр. Еще білесіңдер, ол мен ең алғашқы видеоларымның бірі еді. Ол кезде мен кішкентаймын, еще позормын. Ол әтеге қосып сол видеоны білем, қазір өлтіріп білем мен. Мен осындай бір позорға кірдім деп айтсам болды. Сосын мен кейбір өзімнің ескі видеоларымды удалить етіп тастадым. Не үшін екенін де білмеймін. Короче, сондай мектепте осындай қызық оқиға болған. Яғни мен басымнан өткен ыңғайсыз оқиға. Оқиғада тура осы сияқты бізде, короче, бір мұғалім менің видеоларымды, яғни интерактив, в общем, дәу тақта бар емес па? Мектепте компьютерге жалған сондайға да қосып қойған кезде болды. Өзі мен, яғни өзім қосып отырдым да, сол кезде мұғалім келіп қалған еді. Сол кезде, короче, бірдеңе болып кетті, сондай да жағдай болған. Келесі айт, яғни ол бізде сахнада қалай позор болғаным жайлы. Бұл яғни бұрынғы оқиға. Мен 6-шы класста оқып жүрген кезде бізде яғни жаңа жыл деген болатын. Балмаскар темір жаңа жыл деген. Сыныптан әрғай бөлініп жасайды. Короче, сол кезде ән айтып, бір би билеп, бәрі найс болып отқан. Мен түк істемейтінмін, короче, мен не ондайға жоқ етімін. И бір кезде екі ақушы ән айтатын, яғни сол кезде дейтін, сол бір бала айтпай қойып, короче, бір жаққа кетіп қалды ол. И алды мені қойып тастады. Біріншіден ол әнге мен білмеймін қандай ән екенін де, дайындалмаған да, вообще мен пас болып жүрдім да, тура шығарып жіберді. Маған ештеңе айтпағанда, хотя дайындалып ал десе болады ғой. И, короче, тұрым, еще маған фонограммамен айтасың, аузың жоғырылып тұрсаң болды дейді. Мен окей деймін. Яғни мен басында қарсы болдым, вообще қашып жүрдім. И әрең дегенде, білмеймін, бір способ тауып мен шығарып тастады сахнаға. И, короче, сөйтіп сахнада жүрген кезде концерттің бәрі сол жерде басталды. Елдің бәрі, отқан адам бәрі күліп, қуанып, короче, мен бүйтіп деп тұрдым да, и, короче, быч болып кетті, короче. И соңында әнді жалғастырмайдым да, бац етіп микрофонды бердім да, кеттім. Үйге кеттім жоқ, барында раздевалкада отырдым. Блин, бекер шықтым, не істедім, позор болдым деп. И шығып қалсам, бәрі маған күліп жатыр, ёпты кедік дедім да. Ой, қойшы дедім. Блин, осындай да ыңғайсыз сәттер болған шығар, көбілерінде болады осындай сахнада позор болып қалған кездер. Менде талай болған, ондай бұрын құттай кезімде де сондай кездер болған етін, 2 рет па даже болған етін. И содан кейін мен ондайға жоламай қойдым. Жай, құлама. Қазір ғана, блин, мен видео түсіріп жатыр едім, и мына камера алдыда бац етіп жерге құлап түсті, прикиньте. И осының бір минусы, ол жай ғана бір жерге тақ немесе кішкентай ғана түсіп қалса, өзінен өзі өшіп қалады. Блин, бұған уже қанша 2 жыл болды ма бұны тұрғанына. Менде кішкене қорқынышты оқиғалар қосайын дедім өзімнің историяларыма. Енді интригующий болмайды, но все равно кішкене қорқынышты. Яғни бұл бір
где-то 2-3 күн бұрын болды. Мен дейтін көшеге шыққан едім, и көшеден келдім, яғни короче сағат 12-лерде ма әлде 1-лерде ма, и үйге кірсем, үйдің кірер несі заборы, есігі құлтан жабылып қапты, жауып тастаған, и мен айналып артымен барайын дедім. Сол кезде яғни артымен барып қолымды салып есікті аштым, артқы жақтағы есік, үйдің арт жағындағы, и сол кезде бір кезде ар жақтан тура алдымнан бір мысық өтеді. Яғни біздің үйде бөтен мысықтар өте көп жүреді, білмеймін, бір 2-3 мысық жүреді, бір қарасаң мысықтар төбелесіп мидашып тастайтын. Яғни ол короче біздің үйдің үстіне кіріп кететін ол мысықтар, и сол мысықтардан уже үйреніп қалған соң олардан қатты шошымадым. И бір кезде біз жақ теміржол жаққа жақын тұрған соң ар жақтан шакалдың дауыстары шығатын. Иә, бұл шын, яғни осы көршілердің бәрі біледі сол шакалдар шығатын. Короче, олар арғы жақтан бір жылаған дауысты шығаратын. Бір кәдімгі әлдидің жылаған дауысы өте қорқыныштылар. Яғни біріншісі біреу шыңғырады, и артынан 4-5 шыңғырып кетеді. Ё-моё дейсің. Яғни сол кезде мен қолыма бір мынандай бір ағаш алып жүретінмін. Ағаш алып алғанмын, то есть. Сол кезде солардан қорыққаным. Яғни олардың дауысы жаман шығады вообще. Оларды былай кездесуге кіріп баратам. И бір қарасам тағы ана мысық тура артымнан қорқыныш, тура артымнан жүгіріп өтеді. Мен блин дедім да оны таспен ұрып жіберем. И таспен ұрып жібергенде типа денесіне тиеді, ол шыңғырып кетеді. И ана жақтағы шакалдардың дауысы өшіп қалады. Ана мысық десе, ё-моё деймін да, мен мына жақын жерде тұрма деймін. Сосын мен бүйтіп қарап тұрам, яғни үйден ешкімді шақырғым келмеді, қарап тұрам, и жоқ, вообще дауыс өшіп қалды. Сол күні, сосын бір сағат, сол күні үйге келгенде жарты сағат үйде отырған соң менің ішім ауыра бастады. Мен дедім да бар далаға шығып, қолыма фонарик алғанда ана дауыс қайттан бастады. Прикиньте, қайтадан шыңғырып атты. Мен не істерімді білмедім да, нар тәуекел барып келдім. И ана дауыспен отырып, даже құлағыма наушник тағып алдым мен. Сонда да ана дауыс әлі есімнен кетпей тұр. Ё-моё. Осындай бір қорқынышты оқиға басымнан өткен етін. Егер осындай деген керемет видос болды, яғни мен 2-ақ историяны айтып бердім. Егер де осы видеоға көп лайк және де жақсы активность болса, мен келесі бөлімін неге түсірмеске түсірем. Және де бұл видеоға монтаж көп болмайды, білем, өйткені мен бұндай ұзақ видеолар монтаждаған қатты ұнамайды, және де білмеймін, менде не историялар көп етін бірақ мен оның бәрін есіме түсіргім келмеді. И яғни мен бүгін өте сонный болып тұрдым да, и бағана тұрдым азанда видос түсіріп тастайын дедім, қандай видео түсіретінімді айттым да, өйстіп ыңғайсыз оқиғалар түсіре салайын дедім. И мен осы 2 историяны просто как фристайл қылып айтып отырмын, білесіңдер ме, мен вообще ойламадым бұл қандай история айтсам болады деп. Кейбіреулер сценарий жазып алады, мен алдымда чисто отырдым да бас айтып тастадым. И мына столды бесит порой, яғни бүгін бізде кішкене юморный видео болмайды. Әрине кейде осындай видеолар шығып тұрады, просто менде желание жоқ. Бүгін 5-ақ сағат ұйықтадым ба еще. Таң атпай тұрып алдым мен деп, білмеймін, карантинден деген вообще бәрінің несі график ба, сондай бытыш болып кеткен шығар, иә. И көзім жаман ауырып жатыр мына фонарикке. Мен де жарықты алмадым ғой, блин. Короче, осындай деген керемет оқиғалар болды. Короче, 2-ші бөлімін түсірейін ба, комментарийға жазып кетіңіздер. Ал сіздердің болған мен Нуридин. Сау. Значит, ты его укусил. Ага. И похитил. Да. И притащил его сюда. Я запаниковал. Ну да. Мы же не собираемся расчленить и закопать его где-нибудь в пустыне, да? Вот именно поэтому планирую всегда я, а твой план отстой. Знаю. Поэтому я и позвонил тебе. Так что нам делать?